Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең жұмсақ, өте дәмді, оңай үй жағдайында дайындалатын заварной, яғни қайнатпалы креммен жасалатын балды торттың рецептісімен бөлісемін. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл өте жұмсақ, тестаны жаюды қажет етпейтін, тез пісетін торттың бірі болады. Каналыма жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір жұмыртқаны жарып алып, үстіне бір стақан сүтімізді құйып, 4 ас қасық ұнды толтырып саламыз. Түйіршіктеліп қалмайтындай қылып, жақсылап венчикпен немесе қасықпен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін екінші стақандағы сүтімізді құямыз және тағы да араластырамыз. Үшінші стақандағы сүтімізді құямыз. Бар жоғы бізге 3 стақан немесе 600 грамм сүт қажет болады. Бұл кремге мен қант салмаймын, өйткені менде әрдайым кремнің қантын салсақ, корждары өте тәтті болып шығады. Енді бұл кремді орта отта қайнатуға қоямыз және әрдайым тоқтамай араластырып тұрамыз. Осылай қоюланғанша оттан алмаймыз. Қоюланып болды. Бұл тым сұйық немесе тым қою емес, осындай массада болу керек. Оттан өшіргеннен кейін сары майды үстіне салып араластырамыз. Бұл крем бізге суып тұруы қажет. Енді корждарымызды дайындай бастаймыз. 6 ас қасық балға 1 шай қасықпен сода саламыз. Және араластырып тұрамыз. Отты ең төменгі жылдамдықта қоюымыз керек. Осылайша массамыз ағарып және көпіршіп көтеріле бастайды. Түсі өзгере бастаған кезде отты өшіріп қоямыз. Оттан алғаннан кейін де араластырып, үстіне сары май саламыз. Балымыз сары карамельді өте әдемі түске бөленеді. Бұны бір шетке суыға алып қоямыз. Енді 5 жұмыртқаға 1 стақан қант салып, жақсылап аппақ пенка болғанша миксерлейміз. Осылай жұмыртқамыз көпіршіп шығады. Бұған суып тұрған балымызды 2 бөлікке бөліп құямыз. Жақсылап миксерлейміз. Мен барлық азықтарды осы стақанмен өлшеп жатырмын. 1 стақан ұнға 1 шай қасық қопсытқышты қосып миксерлеп аламыз. Және екінші стақандағы ұнымызды да қосып, жақсылап бір келгі масса болғанша миксерлейміз. Біздің тестамыз осындай сұйықтықта болу керек. Табаға пергамент қағазын төсеп, оған көз мөлшерімен тестамызды бөліп құйып, қасықпен тегістеп аламыз. Егер сізде пергамент қағазы
сапасы төменірек болса, оны маймен майлаңыз. Енді бұны қызып тұрған пеште 180 градустағы 7-8 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осындай 2 есеге корждарымыз көтеріліп, жұмсақ болып піседі. Пергаментті тек әбден суыған кезде ғана алып тастаймыз. Менде бар жоғы 4 корж болып шықты, және мен оның әрқайсысын 2-ге бөліп, бір жартысын үстіне себуге, ұнтақтауға алып қойдым. Ары қарай тестамыздың үстіне кремді салып, бір-бірінің үстіне қоя отырып, тортымызды жинап аламыз. Торттың үстін және жанын крем жағып, оған ұнтақталған коржымызды сеуіп шығамыз. Тортымыз осындай әдемі карамельді цветті болып шығады. Бұны холодильникке 5-6 сағатқа алып қоямыз. Кесілгендегі виді осындай торт болып шықты. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.